Жүктілігім ойдағыдай болды. Барлық тексерістен өттім. Таңда белім ауырғаннан оянып, жедел жәрдем шақырдым. Бір апта сақта бөлімде жатамын деп ойладым. Алайда бәрі басқаша болды. Қорқыныш, сенімсіздік түс сияқты. Дәрігер 2 сағат бойы қабылдамады. Немқұрайлық көрсетті. Уақыт жоғалттық. Я рожаю дегенде ғана дәрігерлер селк ете қалды. Осмотр кезінде дәрігердің сөзі: Поздравляю, а тут головка. Вы в родах. Балам ерте туылды, өздігінен тыныс ала алмады. Бізді бірден реанимацияға ауыстырды. 1,5 сағат сайын сауып беретін. Маған ұйқыға жарты сағат қана қалатын. Күн мен түн араласып кетті. Жүрегі менің көзім шүрей тоқтады. Не істерімді білмей қалдым. Қол аяғым дірілдеп, даусым шықпай қалды. Бір күні дәрігер басына қан құйылды деді. Жолдасымды шақырды. Сол сәтте мен оның көзіне алғаш рет жас алғанын көрдім. Сол кезде адамдар айтады ғой, мұндай сынақта көп ер адам шыдамайды, кетіп қалады деп. Біз бірге қалдық, бірге қорқтық, бірге жыладық, бірге дұға жасадық. Сол 3 ай бізді сындырмады, бізді бір командаға айналдырды. Егер тығырықта жүрген ана болса, сен жалғыз емессің, бұл кезең өтеді. Сен өз ойлағаннан да мықтысың. Реанимациядағы 3 ай мені мүлдем басқа адамға айналдырды. Бірінші күндері мен тек қорықтым, не істерімді білмедім. Дауысым шықпай, аяғым жүрмей қалған сәттерде болды. Бірақ мен бір нәрсені түсіндім. Өмір ештеңені кейінге қалдырмайды. Уақытты күтпейді, дайын болуды күтпейді, күшті болуды да күтпейді. Сен дайын болсан да, дайын болмасан да жағдаят келеді. Сол кез маған 3 нәрсені үйретті. Біріншісі жауапкершілік. Ешкім сен үшін шешім қабылдамайды. Екіншісі уақыттың бағасы. Бір күннің өзіне шешуші болуы мүмкін. Бір күннің өзінің маңыздылығын түсіндім. Үшіншісі жүйе. Хаоспен өмір сүре алмайсың, эмоциямен шешім қабылдай алмайсың. Мен сол кезде түсіндім, егер мен берілсем, бәрі құлайды. Сол үшін мен жылап отырып та жоспар құруды үйрендім. Қорқып тұрсам да әрекет етуді үйрендім. Бүгін мен блогты да сол принциппен жүргіземін. Эмоция бар, бірақ оның артында жүйе бар. Өйткені өмір маған үйретті. Күш сезімде емес, күш тұрақтылықта. Дәрігер диагноз дегенді айтқанда, бөлмеде ауа жетпей қалғандай болды. Бұл ешқандай дыбысы жоқ, бірақ бүкіл әлемді қиратып жіберетін бос сезім екен. Сол сәтте алдымда 2 жол тұрды. Не өзімді аяп тағдырыма налып жылау, не балам үшін мықты болу. Мен екіншісін таңдадым. Қабылдау. Я, өте қиын. Бірақ ол өзгерістің алғашқы баспалдағы. Диагноз бұл үкім емес, бұл жаңа өмірдің бастауы. Әрі қарай не болғанын келесі видеода айтамын. Ету туралы көп адам статистика ретінде айтады. Процент сандар медициналық терминдер. Бірақ ол проценттің артында бір отбасы тұр. Ұйқысыз түндер, белгісіздік, қорқыныш. Ету бұл тек медициналық жағдаят емес, психологиялық сынақ ана үшін, әке үшін, отбасы үшін. Өз басына өткізгендіктен білемін, ешкім дайын болмайды, бірақ бәрі мықты болуға да мәжбүр болады. Егер қазір сен осы жолда болсаң, сен әлсіз емессің. Сен жай ғана қиын кезеңдесің. Бұл да өтеді. Диагнозды естіген күн өмір 2-ге бөлінді. Бірақ шындықты айтайын ба? Қабылдау сол күні болған жоқ. Алғасында шок, сосын үміт, сосын жоққа шығару, одан кейін чудо іздеу. Бәріміз баламыздың диагнозын естіген кезде бір чудо іздеп кетеміз. Қандай да бір дәрінің, қандай да бір уколдың, қандай да бір дәрігердің бізге көмектескенін қалаймыз. Ал шын мәнінде ол уақыт жоғалту екен. Ешқандай да чудо болмайды. Әр нәрсе қайталанбас еңбек пен талмас күштің арқасында ғана келетінін түсіндік. Осы уақытқа дейін мен көп дәрігерлерді айлап, жылдап тосып, сол арқылы ем іздеген күндерімде болды. Бірақ шын мәнінде күнделікті жаттығу мен талмайтын еңбектің арқасында ғана болатынын түсіндім.